Саламатсыздар ма? Бүгін біз қазақша ЭКГ разбор. Мен қазір ЭКГ талдаймын. Маған жіберген ЭКГлар бар подписчиктерімнің. Солардың бір екеуін талдаймын. Бір екеуі емес, әрине. Где-то пока үшеуі бар. Соларды бірге мен талдаймын. Сіздер қараңыздар. Жалпы қалай ЭКГ талдап бастау керек? Кезектілік қалай? Егер де жаңа ақпарат айтқан болсам, соны өздеріңіз дәптерге түртіп алыңыздар, жазып алыңыздар. Бұл менің бірінші видеом, сондықтан сіздерге пайдалы болатынына сенемін. Және де мені қолдап кетіңіздер комментарияда. Осыған дейін қазақша ЭКГ талдаған разборлар көрген жоқпын ютубтан. Мен бірінші болып бастаймын осы нәрсені. Өз басым врач резидент. Сондықтан сіздерге бүгін пайдалы болады деп үміттенемін. Онда бастайық, давайте. Қатты созбайық. Мына ЭКГ маған жақында емес, бұрында келді. Осы ЭКГ-ны талдағым келіп тұр, потому что өте бір пайдалы ЭКГ. Егер сіздер ЭКГ үйреніп бастап жатырсаңыздар, сіздерге осы ЭКГ пайдалы болады. Так, не нәрсе көзге түсіп тұр? Так, жақындатайық кішкене. Опа. Так, ең бірінші ЭКГ нешеге түсірілген, соны қарап жіберейін. Так. Ол үшін міне 50-ге түсірілген. Қарасаңыздар төмен жағында тұр. Так, енді бастайық. Любой ЭКГ-ны талдағанда екінші тіркемеден бастап қарап талдаңыздар. Себебі екінші тіркемеде обычно жақсы көрінеді. Вот шешесі барлық интервалдар жақсы көрінеді. Так, ең бірінші давайте стандартный ответение жақындатайық. Міне бізде 1, 2, 3, АВР, АВЛ, АВФ. Бұл алтауы стандартный ответение. Так, ең бірінші екінші тіркемеге қарайық. Екінші тіркемеде біз шешесін көріп тұрмыз. Міне шешесі бар. Так, мынаны кішірейтейін. Яғни шешесі бар деген сөз. Так. Шешесі бар деген сөз. Бұл бізде синусой ритм жасап тұр екендігін көрсетеді. Еще мына екінші тіркемедегі шешесі бірінші тіркемедегі шешесіне қарағанда үлкен болу керек. Мысалы қарасаңыздар, екінші тіркемедегі шешесі биіктігі жағынан бірінші тіркемедегі п-ға қарағанда үлкен болып тұр. Яғни бұл нормада осылай болу керек. Яғни шешесі кеуресінің алдында тұр. Так, синусой ритмнің критерияларын бір қайталап жіберейік. Сіздер жазып алыңыздар. Екінші тіркемеде шешесі жалпы кез келген тіркемеде шешесі кеуресінің алдында тұру керек. Міне кеуресінің алдында тұр. Келесі АВР тіркемесінде шешесі теріс болу керек. Міне теріс болып тұр. Как раз теріс деп айтамыз, когда изолинияны төмен қарай кетеді ғой. Міне как раз төмен қарай кетіп тұр. Үшінші критерия. Так, ритм регулярный болу керек. Мына жерде эре аралықтары былай бірдей. Мысалы бірінші тіркемеде былай бір қараған бірдей. Келесі. Мысалға, давайте шешесін көрсетейін сіздерге. Міне шешесі, міне QRS. Но синусой комплекс екендігін көрсетіп тұр. Яғни синусой ритмнан шыққан комплекс, синусой ритмнан шыққан импульске жүрек жауап берді. Нормальный комплекс мына қатар. Келесі қатарда қарасақ, бірден көзге түсіп тұр, шешесі жоқ. Міне QRS-ің алдында шешесі жоқ. Еще ширинасы міне жақтан бастап тұр. QRS-тің мына жерден аяқталып тұр. Яғни бұл деформированный широкий QRS болып есептеледі. Ширинасын давайте есептейік. Жақтан бастайды. Так, қызылға өзгертейін. Жақсы көріну үшін. Так, міне жақтан бастайды. И жақтан аяқталады. Қарасаңыздар, бір үлкен клеткадан асып тұр ширинасы. Бір үлкен клеткадан асса, онда бұл деформированный широкий комплекс QRS мағына. Алдында шешесі жоқ. Деформированный широкий QRS. Бұл бізде экстрасистолия екендігін көрсетіп тұр. Экстрасистолия. Мынау бізде пока что экстрасистолияға ұқсап тұр. Қазір мен ойым болса тағы да айтам. Так. Келесі комплексті қарайық. Енді келесі комплекс мына комплекске ұқсайды. Мынау ұқсайды. Яғни синусой ритм жасап тұр деген сөз. Міне синусой ритм комплексі, міне синусой ритм комплексі. Синусой ритм жасап тұр, бірақ арасында бір какой-то комплекс бар. Бұл бізде қосалқы замещающий ритм ба, ол или экстрасистолия ма, соны бірге анықтаймыз.
келесі комплекс қара, келесі комплекс мына біріншісіне ұқсайды, бірақ сәл басқашалау да. Мына жағын қарасаңыз, мына кеурес, мына жақ, мына жақта м образный кеурес, ал мына жерде просто r, үлкен r. Так, бірақ енді интервал сцепление көрейік. Интервал сцепление дегеніміз бұл бізде экстрасистолия ма или парасистолия ма, соны анықтауға көмектеседі. Соны қараңыздар. Ол деген сөз, мына кеурес бар ғой, деформированный, сонымен мына алдыңғы мына r-дің арақашықтығын көреміз. Соны интервал сцепление деп айтады. Арасы, так, бір үлкен клетка, екі, үш үлкен клетка, төрт үлкен клетка, бес, алты, жеті, и мына жерде жетіде төрт шыңына дейін. Жетіде төртті, мына жер жетіде төрт деп жазып қояйық. Жетіде төрт. Енді келесі деформированный комплекстің r мен мына алдыңғы r-ін санаймыз. Так, бір, екі, үш, төрт, бес, алты, тоже жеті, жетіде екі да, мына жерде жетіде екі. Жетіде екі. Так, мынау қайтадан нормальный комплекс, мынау қайтадан синусоид, мына қатарлар әрбірі. Так, мына қатар, мына қатар, мына қатар қарасаңыздар ұқсайды бір-біріне. Міне. Сондықтан бұл синусоид ритмнан шығып тұрған комплекс екендігінің дәлелі. Тек мына қатар ұқсайды бір-біріне. Так, келесі көрсек қазір. Так, келесі қарасаңыздар, мына жерде міне. Мынау тағы да тоже деформированный широкий кеурес, оның алдындағы r мен санаймыз арасын. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті. Не, яқта r жоғары қарай кеткен, жетіде екі кіреді. Жетіде екі, жетіде үш. Яғни қарасаңыздар, жетіде екі, жетіде үш, сондай айырмашылығы. Алдыңғы r мен. Сондықтан интервал сцепления фиксированный. Әрбір деформированный кеурестің r мен оның алдындағы r арасында бірдей арақашықтық деген сөз ғой. Санап көрсеттім ғой, мына жерде де жетіде төрт, мына жақта да жетіде екі, мына жерде де жетіде екі кіреді. Сондықтан бұл экстрасистолия екендігін көрсетеді. Хорошо? Так, түсіндіре алдым деп ойлаймын. Интервал сцепления сақталса, осылай алдыңғы r мен сол деформированный кеурестің алдыңғы r мен сақталса, осылай арақашықтық, онда ол интервал сцепления бірдей екендігін көрсетеді. Ал интервал сцепления бірдей болса, онда ол экстрасистолия, яғни бір ошақтан шығып тұр. Широкий кеурес болғандықтан бұл қарыншалық экстрасистолия, яғни ол теориясын сіздерге түсіндіріп жіберсем, былай ғой. Мысалы, мына жүрек болса, бізде мына жақта қарынша ғой, екі қарынша, сол жақ қарынша, оң жақ қарынша. Яғни бір ғана эктопический ошақ бар, жағаласып тұрған. Сол жерден шығып тұр деген сөз ғой. Мысалға, бірінші синусоид ритм былай соқтырды, өзінің импульсіне жүрек соқты былай, кәдімгі норма импульске. Мысалға, былай синусоид ритм соқты да, и төменге импульс кетті, АВ-ға барды, иске барды, сөйтіп жүрек жиырылды. И осы кезде мына эктопический ошақ тоже импульс өндіреді. Ол уже өндірген кезде басында қарыншаларды жиылдырады, сосын жоғары қарай кетеді. Из-за этого мына экстрасистолияда пыт шешесін көріп тұрған жоқпыз, түсінікті ма? Потому что қарыншадан шығып тұр. Қарыншалы экстрасистолия екендігінің белгісі, алдында пыт шешесі жоқ, міне. И одан кейін деформированный широкий кеурес. Так, мынау түсінікті болды деп ойлаймын, мына жерлер сіздерге. Яғни мына заключение былай жазамыз. Бірінші синусовый ритм, так, ну, вроде ритм регулярный, да? Былай көзге, так, 6, 7, 8. Где-то 7, 8 арақашықтар. Ритм регулярный. Жаза береміз. Синусовый ритм регулярный. Желудочковый экстрасистолия, яғни қарыншалы экстрасистолия, по типу бигеминия, яғни әрбір нормальный комплекс деген тұр ғой міне. Яғни нормальный комплекс экстрасистолия. Нормальный комплекс экстрасистолия. Нормальный комплекс экстрасистолия. Әрбір нормальный комплекстен кейін тұрғандықтан бұл по типу бигеминия деп айтады. Экстрасистолия. Так, эосты табайық. Эос табу үшін бірінші тіркемеге АВФ-ке қараймыз. Бірінші тіркемеде эос кеурес оң мәнді, потому что r ең үлкен тіше, кеуресте мына r, сондықтан бұл оң мәнді болып есептеледі. Ал АВФ-та қарасақ, r изоление салып жібересіз. R биік па, S терең ба деген сөз ғой. Мына жерде S тереңдеу. Сондықтан бұл теріс мәнді кеурес. Ал мына жерде R высокий ғой, сондықтан бұл оң мәнді. Егер бірде оң мәнді, АВФ-та теріс мәнді болса, EOS влево деп айтамыз. Мына жерде EOS солға.
Так, жазамыз. Синусу ритм, ЧСС, ну, где-то елуге түсірілген ғой. Так, 3, 6, 7. 7 болса, 600-ді бөлем 7-ге, елуге түсірілгендіктен 600-ге бөлесіздер. Где-то 85 болады. Синусу ритм, ЧСС 85, эвос влево, желудочковые экстрасистоли по типу бигеминия деп қорытынды жасаймыз. Так, сіздерге түсінікті болды ма? Түсінікті болса, біз келесі ЭКГ талдауға көшеміз. Ал егер манандай деформированный кюрес пен алдыңғы R-дің арасында интервал сцепления әртүрлі болса, онда ол уже парасистолия деген сөз ғой. Эктопический ошақ әртүрлі, мысалға, так, парасистолия деген былай қарапайым түсіндіріп жіберейін. Парасистолия деген мынандай сөз. Қарапайым тілде парасистолия дегеніміз бұл конкурирующий ритм, тағы бір осындай эктопический ошақ бар мына жерде. Уже эксосистолия емес, это уже парасистолия. Мына жақта ошақ бар деп ойлаңыздар. Сондықтан бұл ошақ, эктопический ошақ синусовой ритммен қосарласып отырады, бір-біріне бәсекелесіп. Сондықтан интервал сцепления әртүрлі болады. Яғни интервал сцепления әртүрлі болады деген сөз, мына деформированный кюрес арасын алдыңғы r мен мына жерде тең ғой, жаңа есептедік. Ал парасистолияда әртүрлі болады. Мына жерде 4, мына жерде 5, мына жерде 8, сондай әртүрлі арақашықтық. Так, келесі ЭКГ көшейік. Мына ЭКГ тоже маған жақында келді. Бұны мен өзімнің инстаграм парақшамда талдаған болатынмын. Доктор Гален. Доктор Гален деп былай жазасыздар. Так, мына жақта жаза екен. Доктор, сол точка, бүйткен. Или просто кішкентай әріппен гален деп осылай жазсаңыздар, менің так, доктор галениум ғой, осылай инстаграм никім. Осылай жазсаңыздар, менің инстаграм шығады, сол жерде мен ЭКГ қазақша талдап үйретемін. Так, жалғастырайық. Мына ЭКГ-ні қарасаңыздар, нешеге түсірілген? 50-ге түсірілген. Одан кейін 10 мм 1 милливольтқа деген сөз. Бұл 10 мм, яғни екі үлкен клетка ретінде көрсетеді деген сөз ғой, бір биіктікті. Мысалға, біздің жүрек, әр адамда әртүрлі ғой жүрегі. Мысалға, біреуінде гипертрофия болады, из-за этого көптеу милливольт шығарады. Ал мынау сондай стандартпен түсірілген ғой. Мысалға, жүрек 1 милливольт берсе, ол экранда манағы аппарат оны 10 миллиметр етіп көрсетеді. 10 миллиметр дегеніміз ол именно биіктігіне қатысты ғой. Мысалға, міне былай ғой, 10 миллиметр деген мынау екі үлкен клетка. Потому что бір үлкен клетка 5 клетка ғой мына жақта. Сондықтан биіктігі 10 миллиметр қылып шығарып берем деген сөз ғой аппарат. Егер гипертрофия болса, 1 милливольт бермейді ғой, 1,6 милливольт беруі мүмкін. Сондықтан үлкен эрлер көреміз кейбір жерлерде. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Бұл жаңа вольтаж тақырыбында ғой. Мына жерде қарасаңыз, мына вольтаж екі үлкен клеткаға тең мынау. Сондықтан бұл бізде критерия, сондай зат қояды аппарат, сол бойынша көрсетіп бере береді. Так, 50-ге түсірілген. Одан кейін фильтр қойылады. ЭКГ аппараттарға фильтр, мысалы тремор деп тұр. Пациентте какой-то діріл бірдеңе болса, ол экранда ЭКГ-да көрінбеу үшін ғой, фильтр қояды. Жағаласып кетпеу үшін, мысалы жүректің импульсімен қол дірілдеп жатса пациенттің, сол екеуі жағаласпау үшін осындай фильтрлер қойылады. Так, ең бірінші екінші тіркемеде қараймыз деп айттым. П шешесін іздейміз. Давайте П шешесін бірге іздейік. Міне П шешесі. Так, мынау П шешесіне құсамайды, потому что қарасаңыздар, линия салып көресіздер ғой. Мына кеуресін линия салсаңыздар, мынау былай түседі, осылай түседі. И мынау былай түседі. Сондықтан мынау кеуресінің бір бөлігі, мынаны П деп ойлап қалмаңыздар. Мынау П емес. Бұл кеуресінің бір бөлігі, потому что төменге салып көресіз ғой. Ал төменде былай бұлтиып тұрған кезде, онда П деп айтатын едік. Бұлтиып тұрған жоқ қой мына жерде. Сондықтан бұл просто кеуресінің бір бөлігі. Так, П-ны іздей береміз. Міне П шешесі. Міне П шешесі. Так, мынау Т шешесі, шатастырмаймыз. Так, міне вроде П шешесі. Міне П шешесі. Міне П шешесі. Міне П, міне П, міне П. Яғни П шешесі көп та, былай ЭКГ-да П шешесі көп екенін көріп тұрмыз. П шешесі көп болса, бірден затты ойлаңыздар. Полный авоблокаданы. Полный авоблокаданы ойлау керек, егер П шешесі көп болса.
полный авоблокада ма или бұл авоблокада второй степень мобитс па оны білу үшін сол QRS-ке жақын P-ларды қараймыз. Мысалға, мына QRS-ке мына P жақын ғой. Сондықтан PQ интервалын қараймыз. Так, P-дан бастаймыз да. Мына жерде Q жоқ, сондықтан PR интервал деп айтамыз. Яғни мына жаққа дейін салып қоямыз, келесін көреміз. Мына жақтан басталған и міне мына жаққа дейін аяқталады. И келесін көреміз. Так, мына жетеміз. Мынау жақыны QRS-ке. Яғни қарасаңыздар әртүрлі интервалдар. Мына жақта PR интервал ұзындау, мына жақта PR интервал қысқалау, мына жақта вообще қысқа. Яғни P-ның басынан R-дің басына дейін ғой. Көрсеңіздер, интервалдар, PR интервалдар әртүрлі. Мына жерде вообще жақындап кеткен. Сондықтан бұл айтылады блокада третий степень. Яғни фиксированный емес. Егер мына жерде вообще какой-то емес. Егер мына жерде P тішесі мен жаңағыда PR интервал осындай, мына жерде де осындай. Яғни барлық жерде мынандай, мына жақта әртүрлі ғой. Егер барлық жерде осындай болған кезде, бірдей болған кезде, онда ол блокада второй степень деп айтар едік. Бірақ мына жерде PR интервал әртүрлі ғой. Міне осылай, осылай, осылай. Сондықтан бұл блокада полный, блокада полный и третий степень деп айтамыз, уже третий степень. Қалай жазамыз бұны? Заключение қалай жазамыз? Полный авоблок деген сөз, яғни третья степень, бұл бізде төменге қарай импульс өтпей жатыр деген сөз ғой. Мына жерде блок бар. Синусоид түйін өндіреді импульсті, жүрекшеге соғады. И төменге түсу керек ав түйін арқылы, яғни түспейді. Мына жерде блок бар деген сөз. Сол кезде бізде екі ритм болады. Жүрекшелер өз алдына соғып жатады, қарыншалар өз алдына өзінің ритммен соғып жатады. Өзінің, мысалы, мына жерде бізде жүрекшелер немен соғып тұрғанын айтуға болады. Мына P тішесін қарасаңыздар, синусой P тішесіне ұқсайды, потому что міне P QRS алдында тұр, P тішесі оңменді, мына P тішесі мына қарағанда үлкен, бірге қарағанда, жаңа айтып едім, синусой ритм критериялары ғой. Екінші тіркемедегі P тішесі міне үлкен, бірінші тіркемедегі P-ға қарағанда, келесі AVR-да теріс, яғни мына жерде синусой ритм жасап тұр деген сөз. Синусовый ритм жүрекшелерді соқтырып тұр. Енді қарыншалар немен соғып тұр? Оны білу үшін қарыншаларға жауап беретін QRS қой. QRS узкий ма, широкий ма, соны қараймыз. Давайте QRS-тің ширинасын есептейік. 50-ге түсірілген ЭКГ. Так, мына жақтан бастап тұр, міне, мына жерден бастайды. И мына жақтан где-то осы жерден аяқталады. Мына S қой, широкий S, мына жақтан аяқталады. Арасын есептесек, так, так, так. Ну, где-то мына жақта бір клетка бар деп есептейікші, мына жақта бір клетка бар. Мына жақта бір, екеу, үшеу, төртеу, бесеу бар. Яғни широкий QRS та, мына жер широкий QRS. Онда қарыншалар бізде ава түйінмен емес, қайтама мына гис будасы арқылы соғып тұр деген сөз ғой. Гис будасы мыналарға импульс бөліп тұр өз алдына. Потому что бізде ава да, синусой түйінді, гис будасы да өз алдына импульс бөле алады ғой. Обычно бөлмейді нормада, потому что синусой ритм обычно жасап тұрған кезде ол өзі соқтыртады. Ал мына жерде қарыншаларға өтпей тұр импульс, потому что мына жерде АВ түйінде блок болып тұр. Сондықтан қарыншалар ары қарай да өмір сүру керек қой, жайырылу керек. Мына жерде замещающий ритм болады, гис будасы екеуін соқтырып тұр, екі қарынша. Сондықтан қарасаңыздар QRS арашы алшақ, яғни гис будасы алшақ неге? Потому что гис будасы где-то 20-да 40 импульс бөле алады өз алдына. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Яғни мынау где-то минутына 20-40 импульс бөлетіндіктен қарыншалар жай жайылып тұр деген сөз ғой. А так сүйінісі ритммен соққан кезде қайта-қайта келе беретін еді ғой. Бізде сүйінісі ритм 60 пен 90 арасында соғады. Сол кезде жақсы соғатын еді. Ал мына жерде гиспен соғып тұрғандықтан бұлар жай соғып тұр. Пациентте іркіліс болуы мүмкін, жүрегінде сондай симптомдар пайда болуы мүмкін, гемодинамика. Сондықтан мынау былай жазылады. Сүйінісі ритм, ритм регулярный, эре аралықтарын қараймыз сол үшін. Регулярный деп айту үшін. Қарасақ, былай көзбен де білініп тұр, арасы где-то 9-10 клетка ғой аралар. Сүйінісі ритм регулярный, эос, так, бірінші тіркемеде теріс мәнді, АВФ-те оң мәнді, сондықтан бұл бізде айтылады эос оңға. ЧСС где-то арасы эре аралығын санаймыз ғой, міне. 3, 6, 9, 12 үлкен клетка. 600-ді бөлемін 12-ге. 600-ді бөлемін 12-ге. 50 мен соғып тұр.
Да, болады. гистен шығып тұр деп айтуға болады. Так, ЧСС юлю деп жазамыз. Полный облокада, третья степень. Предсердие работает из-за синусового ритма, желудочки работает из-за ГИС, пучка ГИСа. Осылай. Түсіндіре алдым деп ойлаймын, яғни арасында байланыс жоқ деген сөз. Жүрекшелер мен қарыншалардың арасында байланыс жоқ. Жүрекшелер өз алдына соғып жатыр, қарыншалар өз алдына соғып жатыр. Потому что АВ түйін төменге өткізе алмай тұр. Так, соңғы ЭКГ сіздерге мен тез айтып отқан жоқпын ба? Егер тез айтып жатсам, комментарий жазып жіберіңіздер. Бірінші былай жазыңыздар. Күшті түсіндіресіз, сосын сосын жазыңыздар, кішкене жай түсіндірсеңіз деп. Егер жай тез айтып жатсам. Так, келесі ЭКГ-ні қарайық. Көзге не көрініп тұр? Яғни ширококомплексный кеурестер көрініп тұр. Міне. Так, пыт шешесі бар ма? Вроде пыт шешесіне ұқсап тұр мынау, да? Пыт шешесі бар секілді. Да, бар ғой. Пыт шешесі бар. Сондықтан бұл синусовый ритм. Так, міне пыт шешесі, яғни пыт шешелерін көрсеттім. Кеурестің алдында тұр. Бірақ кеурес широкий. Не себепті широкий? Ол үшін грудной тіркемеге қарап жібереміз. Груднойда біз кәдімгі блокада левой ножки пучка гисаның айқын критерияларын көріп тұрмыз. Яғни мына R шешесі, кішкентай R шешесі и глубокий S шешесі, міне. Глубокий, широкий S шешесі. И валтада көріп тұрмыз, үлкен R-ді көріп тұрмыз. Монофазный R деп айтады, міне. Сондықтан бұл блокада левой ножки пучка гисаның критериясы ғой. Яғни бұл блокада левой ножка пучка гиса деген не деген сөз? Ол мына гистің бізде екі аяқшалары бөлінеді ғой. Сол жақ қарыншаға екі аяғы бар, оң жақ қарыншаға бір аяғы бар. Осы сол аяғы блок болып тұр деген сөз ғой. Мына жерде какой-то блок бар. Сондықтан сол жақ қарыншаға импульс келмейді. Бұл кешігіп жиырылады. Бірінші оң жаққа барады, сосын клеткадан клеткаға бүйтіп айналып барады. Мына сол жақ қарыншаға. Сондықтан бұл сол жақ қарынша кешігіп жиырылады. Оны ЭКГ-да былай көреміз. Жаңа көрсеттім. В1-де РС комплексін көріп тұрмыз, міне. И В6-да үлкен R-ді көріп тұрмыз. Бұл бізде блокада левой ножки пучка гисаның ЭКГ критериялары. Қасында міне екіншілік өзгеріс бар. Екіншілік реполяризация процесінің өзгерісі. Яғни ST сегмент изолиния салсақ, ST сегмент подъем болып тұр. Бұл бізде ешқандай да инфаркт емес. Яғни бұл просто екіншілік өзгеріс. Потому что блокада левой кезінде, мына жерде блок болған кезде, бізде демалу фазасында өзгеріс болады ғой, потому что сол жақ қарынша кешігіп жиырылады. Из-за этого мына жерде егер S глубокий болса, S сегмент жоғары қарай, яғни қарама қарсы құлайды ғой. QRS-те S широкий ғой мысалы мына жерде, сондықтан S-ті жоғары қарай кетеді. Ал мына жерде үлкен R высокий, сондықтан S-ті төменге қарай кетеді. Міне депрессия болып тұр. Қарама қарсы S сегмент өзгереді. Бұл бізде екіншілік өзгеріс. Сондықтан жазасыздар. Синусовый ритм регулярный, міне эре аралықта, былай көзбен де көрініп тұр, аралары бірдей. Где-то 3, 6, 7, 8 арасы. 8-ді енді ЧСС анықтау үшін ЭКГ 50-ге түсірілген, 600-ді бөлем 8-ге 75 болады. ЧСС 75, EOS-ты айтам, EOS норм, 1-де оң мәнді, міне, АВФ-те оң мәнді, сондықтан бұл синусовый ритм, ЧСС 75, EOS норм, полная блокада левой ножки пучка гиса деп жазылады. Все. Полная блокада, неполная блокада, оны қалай білеміз? Оны былай білеміз. Мына R-дің алдан аласыздар, міне R-дің бастайтын жерінен и S-тің аяқталатын жері арасында бір үлкен клеткадан асу керек қой. Не асып тұрғаны көрініп тұр ғой. Бір үлкен клетка арқайын тиіп кетеді мына ішіне. Сондықтан бұл полный блокада. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Егер де пациентте осындай полный блокада левой ножки пучка гисасы бар пациентте инфаркт болуы мүмкін ғой. Мысалға осындай ЭКГ көріп тұрсыздар, мына жерде сіздер мына S-ті жаңа айттым, S-ті подъемдар, бұлар екіншілік өзгеріс деп. Енді бұл қандай кезде, бұл уже екіншілік өзгеріс емес, уже подъем S-ті, яғни ОКС, инфаркт деп айтамыз. Оны анықтау үшін біз бірінші клиникаға қараймыз, осындай пациенттің жүрегі ауырып жатыр ма? Егер ауырып жатырса, жүрегі ауырып жатыр, төсі пот, холодный пот, сосын сол жаққа қарай ирритация, ондай кезде скарбоса смитаның модифицированный критериясы бар. Сол бойынша соған салып қараймыз.
Давайте мен сіздерге қазір салып көрсетейін. Скарбоссаның үш критериясы бар мына жерде. Алғашқы екі критериясы орындалып тұрған жоқ, бірақ үшінші критерияға салып көреміз қазір. Ол үшін ең широкий желені қараймыз. Мысалға, ең үлкен подъем S-ті үшінші тіркемеде. Міне мына жақта жақсы көрініп тұр ғой. Сондықтан изолиния былай салып аламыз. Бірінші S тішесінің тереңдігін есептейміз. Неше кішкентай клетка? Давайте бірге есептейік. Мына жерде где-то үшеу. Так, бірінші үлкен клетканы саналайыншы. Міне бір үлкен клетка. Так, міне екі үлкен клетка, міне үш үлкен клетка, міне төрт, міне бес, мәселен бес, даже алты үлкен клетка, алтыны көбейтемін беске, 30, сосын мына жақта үшеу қалып тұр, 33, яғни S-тің тереңдігі 33 кішкентай клетка. Мына асықпай шатасып кетпей санадым. Потому что мына төменгі QRS-ке қосылып кетіп жатыр да, шатасып кетуі мүмкін мына жерде. Мына жақта 33 шығып тұр. Енді S-ті подъемды есептейміз. Ол үшін G нүктесін анықтап аламыз. Міне G нүктесі. G нүктесі дегеніміз бұл QRS-ің аяқталған жері ғой. Міне R, S аяқталып тұр міне мына жерде. Енді G нүктесі қаншалықты деңгейде көтерілген, соны есептейміз. Неше клетка? Мына жақта бесеу, мына жақта алтау, яғни 6 кішкентай клетка. Скарбоса смита бойынша S-тіні енді S-ке бөлеміз, яғни 6-ны бөлеміз 33-ке. Яғни G нүктесінің биіктігін бөлеміз S-тің тереңдігіне. 6-ны бөлсек 33-ке 0,18 шығып тұр. 0,18 шықса, онда бұл жерде ешқандай инфаркт жоқ деген сөз. Ал егер бүйтіп бөлген кезде 0,25-тен асып кетсе, это уже положительный критерий смита скарбоса болады. Сондықтан бұл инфаркт деген сөз. Ал мына жерде 18 шықты, 0,18, сондықтан инфаркт жоқ. Так, сіздерге бүгінгі менің ЭКГ талдауым ұнады деп ойлаймын. Пайдалы болды деп ойлаймын. Может, кейбір жерлерін асығып қалған шығармын. Бұл менің бірінші видеом, сондықтан қатты сынамаңыздар, қайтадан қолдап жіберіңіздер. Мен қазақша осылай үйретіп жатырған алғашқы резидент, алғашқы медикпін. Сондықтан сіздердің қолдауларыңыз маған өте маңызды. Мен шын ниетіммен түсіндіріп жатырмын. Ешқандай бір зат жай әншейін емес, қайтама көп медиктерге пайдалы болайын деген бір мақсатта. Потому что өзім ЭКГ үйреніп бастаған кезде маған ешкім осылай үйрететін адам болған жоқ. Сондықтан өзімде осындай білім бар, сосын сіздермен бөлісіп жатырғаным. Яғни соңында кішігірім айтып кетейін. Осы видеоға лайк басып кетіңіздер, ұнаған болса комментарий жазып кетіңіздер. Және де мен сіздермен бөлісу керек ақпарат бар. Бұл менің сіздерге ұсынатын бір ұсыныс бар. Осы жазда, қазір бізде жаз айы ғой, егер ЭКГ үйренгілеріңіз келсе 0-ден бастап, онда менің телеграм каналымды сіздерге ұсынамын. Менің телеграм каналымда 12 видео уроктан тұратын ЭКГ 0-ден бастайтын курсым бар. Ол жерде 12 видео урок 0-ден бастап үйретемін. Қарапайым тілде, артық сусыз, қазақша. Сондықтан соны сатып алуларыңызды советую. Арзан бағада болғанда, қолжетімді бағада медиктерге барлығына қолжетімді бағада жасап қойдым, потому что еңбек бағалану керек. Тегін берген еңбектің бағасы жоқ. Сондықтан да мен сіздерге бұны сатып жатырмын. Ал былай мен сіздерге былай да үйретіп жатырмын деп ойлаймын. Пайдалымын деп ойлаймын сіздерге. Стористе түсіндіріп жатырмын, осылай видео түсіріп жатырмын. Ал бұл курсты сатып алуларыңызды мен ұсынамын. Потому что өз басым ЭКГ білмейтін болсам, мен бірден осы менің курсымды сатып алатын едім. Бұл өте пайдалы. Потому что мен көптеген сайттарды қарадым, көптеген кардиологияда жүрдім, прием покойда жүрдім, небір кардиологтардың қасында жүрдім, аритмологтардың. Сол үшін мен ЭКГ біліміме өзім толықтай сенемін. Давайте мен өзімнің осы видео уроктарында бір көрсетіп жіберейін сіздерге наглядно қалай жасағам, қалай көрінеді. Так, телеграмды ашам. Көрініп тұр ма сіздерге? Так, так көрсетіп жіберейін. Так, телеграм каналда осындай жабық менің каналым бар. Мысалға, міне былай жазылып тұр. ЭКГ Гален деп. Так, қарасаңыздар, міне барлық сабақтар тұр. Осы жерде 12 сабақ.
ең соңғы сабақ аборт тақырыбын түсіндірдім мына жерде. И еще менің экглардың бір жақсысы, қарасаңыздар, стационарда кәдімгі шынайы экглар талдаймын да, ешқандай андай картинка талдамаймын. Болады енді кейбір патологиялар көп кездеспейді ғой, сондықтан мен амал жоқ сондай экгларды іздеймін. Потому что кейбір патологиялар өте сирек кездеседі. Мен практикада көрмеген болсам, соларды уже интернеттен аламын, аман жоқ. Ал былай, менің экг осы 12 видеомда мен кәдімгі өзім стационарда көрген экгларды талдап салдым. Так, өте қарапайым тілде түсіндіремін, өте пайдалы ақпараттар. Барлығы протоколға сай. 2023 жылғы ОКС протоколы, ХСН протоколы. Так, 12-ші сабақта міне абортты түсіндірдім. Одан кейін жоғарыда трепетание, фибрилляция тақырыптарын қалай алады, ажырату керек, оңай ажырату керек. Парасистолия, экстрасистолия айырмашылықтары, блокада левой. Так, кете берейік жоғарыға. Мына жерлерде көптеген экглар бар, өзіңіз көз үйрете беруге. Так, міне осылай. Қазіргі бағасы 17 мың теңге. Мәңгілік доступ, бір аласыздар. Бұл видео сіздерге мәңгілікке қайталап отыра бересіздер өздеріңізге. И еще мына каналға мен видео салып тұрам. Сала берем ары қарай да 13-ші сабақ, 14-ші сабақ кетіп. Сондықтан бұл өте үлкен өзіңізге инвестиция. Қарапайым мына жерде жазулармен жазып кетемін кейбір жерлерін, кейбір критерияларды әдейі түсінікті болсын деп. Мысалы мына жерде т шешесі қай жерде оң болу керек, қай жерде теріс болу керек, қандай шешені, қандай т шешені ОКС деп айтамыз, соларды түсіндірдім. Так, мына жерде бірінші нормадан бастадым. Сондықтан егер де сіздерге осы алғыларыңыз келсе, инстаграмға шығыңыздар, дайректке жазып жіберсеңіздер, мен сіздерге доступ беремін. 17 мың теңге. Жалпы мен курстың бағалары өте қолжетімді. Потому что кейбір курстарды қарап жатырмын, 60 мың, 70 мың, 90 мың. Мен дәл сол ақпаратты берем, даже олардан көп нәрсе түсіндірем, бірақ осындай қолжетімді. Потому что өз басым студентпін ғой пока что әлі. Студенттің жағдайын түсінемін. Сондықтан сіздерге тек пайдалы болдым деп ойлаймын. Егер көп сөйлеп кетсем, айып етпеңіздер. Көп рахмет. Жақсы. Лайк, коммент күтемін сіздерден.